Бүгін үлкен халықаралық конференция өтіп жатыр. Қазақстаннан гематологтар шақырылып жатыр. Жас дәрігерлер, жаңадан мінеки жұмысқа түскен дәрігерлер, үйреніп жатқан резиденттер, түгелесі бәрі бұл жерде жиналып, Ресейден келген қонақтар бар, Белоруссиядан, Өзбекстаннан. Біз бір-бірімізбен тәжірибе алмасу өткізіп жатырмыз. Острый лейкоз деген ауру, ол өте ауыр нәрсе, одан кісілер қайтыс болады. Дәрігерлер бәрі түгелесі жиналып, оқу алып, мінеки шетелден, Қазақстаннан біз үйретіп жатырмыз. Содан осындай ауруларды трансплантологияға біз жібереміз. Оның гемоглобині, қаны көтеріледі. Біз оны көтеріп тастаймыз. Мысалы, қан құйып, дәрі беріп, өкпені, мысалы, өкпе ауыр болса, өкпені жөндетеміз, жүрек ауыр болса, жүректі жөндетеміз, түгелесі асқазан болса, оның бәрін түгелесін дайындап, мінеки кішкене жеңіл болсын деп, сол ауруларды осында ұлттық ғылыми онкологияға жіберіп отырмыз. Сол кезде дәрігерлер бәрін түгелесін қарайды, біраздан кейін трансплантологияға кіргізеді. Енді мінеки 3 жылдың ішінде Павлодар облыстан 30-дай кісі жібердік. Солар түгелесіне бәріне трансплантацияны жасап берді. Бәрі түгелесі тірі. Шетелге барғанда біздің Қазақстан енді бәрін түгелесін төлей алмайды ғой. Кісілер ақша жинап осылай Турцияға барады, Америкаға барады, мысалы. Ол дұрыс емес. Біздің Қазақстанда өзіміздің мінеки мықты, әдемі, салмақты, күшті центріміз бар.